Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айғаным. Бүгін мен сіздерге миксерді және де таразыны қажет етпейтін, табада дайындалатын алмалы бәліштің рецептін ұсынамын. 30 минутта дайын болады. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Алдымен 30-қа 2 жұмыртқаны саламыз да, үстіне 4 қасық қант саламыз. Қантты өз қалауларыңызша одан да көп қоссаңыздар болады. Содан соң үстіне кішкене тұз салып, 2 ас қасық сұйық май және де 3 ас қасық айранды қосып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массамызды араластырып болғаннан кейін үстіне ұн саламыз және де үстіне 1 шай қасық қосытқышты қосып жақсылап араластырамыз. Енді алмалар тураймыз. Мен үкіштің осы жағымен өткіземін, сонда біздің алмамыз жіп-жіңішке болып шығады. Осылай бәрін үкішпен өткізіп аламыз, немесе пышақпен де жіңішке қылып турауға болады. Міне біздің алмаларымыз осылай жіп-жіңішке болып шықты. Енді осы алмаларды қамырымызға салып жақсылап араластырамыз. Содан соң табаға сары май жағамыз. Мен табамның диаметрі 28 см. Табаның диаметрі үлкен болғаны жақсы, өйткені кішкентай болса, қалың болып, ортасы шикі болып піспей қалуы мүмкін. Енді табаға қамырымызды салып, бетін тегістеп, өте баяу отқа қоямыз. Мен астын 20 минуттай пісіріп алдым, содан соң аударып, 10 минуттай пісірдім. Міне достар, біздің алмалы бәліш дайын. Үстіне қант ұнтағын септім. Қазір сіздерге ортасын кесіп көрсетемін. Міне достар, ортасы шикі емес, өте әдемі болып шықты. Достар, егер де сіздер таразы, миксер және де пеш болмаған жағдайда осы рецепт бойынша пісіріп көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Айғаным. Сау болыңыздар достар.